Ал енді жаңылдегі видеома обложка істеуді көрсетіп жібере салайын. Ақыры салып жатырмын. Ол үшін біз қазір Базарт дегенге кіреміз. Базарт деген приложениені Play Market'тен тартып аласыздар. Қазір мінекей мына отыр мен Базарт розовыйда тұрған. Үстінен басамыз. Play Market'тен тартып аласыздар кәдімгідей. Енді осы жерде мінекей мынау плюсик тұр ғой. Плюсикті басамыз. Басқаннан кейін мына начать с нуля дегенді басамыз. Және де осының астында мынау стандарт деген тұр. Сол стандартты басамыз. Стандартты басқаннан кейін мына формалар шығады әр несінің. Бізге YouTube-тың несі керек форматы. Мінекей 16:9. Соның үстінен басамыз. Міне өзі белгілеп берді. Төбесінде птичканы басамыз. Мінекей. Бұл Базарт қайтаға оңай. Жаңағы капка, неден Canva, жаңағы Pixelстен, қайсыда жарайды. Енді осы Базарт мынау плюсикті басамыз астындағы. Мына жерде мінекей фотография, өзіміздің галерея, мынау текст, мынау графика. Графика деген мынау ішінде осының ішінде салатын жаңағы нелер, стикер сияқтылар ғой енді. Ішін ашып, жүндіп асықпай қарап, таңдап сала бересіздер. Енді мен өзімнің мына плюсикті басамын. Астындағы галереяма кіремін. Жаңа мен стикерлерді жазған ғой. Енді бірінші мен астына не алайын, жаңағы фон алайын. Астына фон алуым керек. Ол үшін жаңағы мына төбедегі альбом дегенді, мынау альбомды басайын өзім. Так, енді осы жерде мынау жаңа видеома қойған немді қоя салайын. Мінекей. Үлкейтіп, қолмен тартып, кәдімгідей сала бересіздер. Формат өзі сақталып тұра береді. Ал енді үстінен тағы да плюстен басып, наложить ете береміз. Наложение сияқты. Кап-капқа қоямыз осы сияқты. Мінекей тағы да фотографиямды неден басамыз. Галереямызды. Енді менің жаңа өзімнің стикер жасап қойғандарым бар тұғын. Соларды жіберемін. Мінекей мынаны мына жақыма қояйын. Ой, шегім ағай дегізіп. Одан кейінгі жаңағы тағы да плюсикті басамын. Галереяға. Ендігісін мына жерде мына стикерді қойып қояйын. Мінекей. Аны былай. Аны былайға қояйын. Мінекей. Өсіп тұра берсін. Жазу жазатынның бір арасында. Одан кейінгі стикерді тағы біреуін қоя салайын. Орын болып тұр ғой, енді галереяға кірейін. Осы жерде өзімнің немді қойып қояйын. Так. Енді өздеріңіздің ойларыңызға келгенін істей бересіздер бұл жерде. Ал енді осы жерде мен жазам. Енді текст жазам. Плюсикті басамыз. Мінекей текст деп тұрғанды басамын. Былай жазам. WhatsApp-қа стикерді неге әріп қосылмай қалып жатыр? Стикер. Мына жерден сыймай қалып жатыр оның. Стикер. Ол үшін біз былай мына жағына жіберейік. WhatsApp-қа стикер деп қоя салайын, е? Стикер. Енді қалай қоямыз? Кіші әріппен жаза салайық осыны. Қалай қоямыз? WhatsApp-қа стикер қалай қоямыз деп сұрақ белгісін қойып қояйық. Кейін қайтып та обложкасын ауыстыра беруге болады. Қазірше осылай жазып қоямыз. Сонымен енді бұны біз краскілейміз. Қандай цветпен краскілейміз? Қызыл. Қызыл болса да болады кәнекей. Енді мына жерде қызыл бәрібір көреді. Оны тағы да бүйтіп үстінен көреміз да бүйтеміз. Мына жерде мыналардың плюсикті басамыз.
плюсті басқан кезде фон керек жоқ, наложение керек жоқ. Тексті тағы да басқа свет. Біз негізі басқа светтен жасаған дұрыс. Жоқ, жағы стикерімізге қайтып барайық, жазуымызға. Енді мынандай свет. Қандай болады ондай светі? Бізге жағдай қанық болса, мінекей ендігісі, мына төбеде тұрған бар ғой, әртүрлі светтер мына. Осы светтерден де алсақ болады. Мысалы, мына зеленый деген басып көрейік. И осы біреуді басайық. Мынандай жазу шықты, мінекей, көрдіңіздер ме? Полосатый болып қалды. Ала. Қанық свет болса. Мысалы, мына көкті басып көрейік. Мына жағын бассақ, мынандай свет болып қалды. Енді бұл астындағылар уже платныйлар, королев. Так, төбедегілерден тағы да таңдай берейік. Мысалы, мына біреу. Мынасын басып көрейік. Мінекей светі басқаша өзгеріп жатыр. Жарайды, енді осыны әрбір енді осымен кете берсін. Енді әрбір таңдаймыз. Мына астындағы әріпті. Төбесінде тұрған шрифт. Соны туралаймыз. Шрифтті өзгертеміз. Мінекей. Бұлай кете береді. Қайсысын бассаңыз да, әрқайсысы. Платныйға кетіп қалады екен. Платныйды не қылмаймыз. Бізге негізі өзіміздің мына жақтағы осыны қоя берейік, қалыңдау. Енді птичканы ұрамыз, төбедегі басамыз. WhatsApp-қа стикер қалай қоямыз деген қате емес па? Болды. Енді осыны қара болып қалды мұны. Бізге қара емес, көк болу керек еді ғой. Жаңағыдай көк болып тұр. Бұны біз бүйтіп дәу қойып қоямыз. Может, сәл қанықтау болса, бұлай жасасақ та болады қайтадан. Мынаны бүйтеміз, минусовый дейді. Светке ауыстырамыз қайтадан. Өзіміздің немізге бір қалыпты, осындайға. Қараға болса, қара жасай қалады. Жасыл свет, көк свет. Осылай тұра берсін да. WhatsApp-қа дегенде негізі бүйтсек те болады. Мынаны ауыстырсақ болады. Ол үшін әрімізді өшіреміз қайттан. Өшіргенде мынаны бүйтіп әртүрлі светке. WhatsApp-қа дегенде тұра берсін, WhatsApp бөлік. Төбесін птичканы басамыз да, бұнысы осындай свет болып тұра берсін. WhatsApp-қа дегенде ерекше болып. Енді қайттан жағы нені басамыз? Плюсикті басамыз, әріпті басамыз, WhatsApp-қа стикерді дегенде тағы да мына птичканы ұрамыз да, бұны басқа светпен жасайық. Мінекей. Бұны сары болмайды екен. Көк бәріндегі. Мінекей. Жасыл. Осы жасылмен тұра берсін. WhatsApp-қа стикерді. Так, мына птичканы ұрмай, қимылдамайды. Так, мінекей. Бұлай қоямыз. WhatsApp-қа стикерді. Енді қайттан плюсикті басамыз. Текстті басамыз. Стикерді кіші әріппен жасайық. Қалай қоямыз деп сұрақ келсін. Қоямыз. Енді қалай қоямыз, дұрыс па? Так, енді бұған светін таңдаймыз. Жоқ, стикері кетіп қалды. Қоямызды мен өшіріп қойдым ғой деймін. Сохранить етпеген. Так. Қалай
қоямыз. Сұрақ белгісі. Так. Птичканы ұрып сақтайық. Жаңа птичканы қоймағанбыз. Енді мынаны қарамен жазып кетсін бе? Сөйтеміз ау. Себебі бәрі анық көрінбей қалады екен. Енді мінекей мынаны үстіне басамыз да стикерді басқа цветпен. Жаңа ауысып кетті ғой. Так. Жасыл еді. Болды. Осы жасылмен тұра берсін. WhatsApp-қа стикерді қалай қоямыз деп тұр. Птичка төбесін басамыз. Мен өзімнің немді өшіре салайыншы осы. Осыны өшіре салайын. Мінекей. Сәл етіп қиғашырып қойайын. Болды. Енді осыны WhatsApp-қа стикерді қалай қоямыз, дұрыс па? Адам басын сәл жоғары қойып қойын. Мынада көрініп тұрсын, смайлигім күлгені. Так. Болды. Өстіп туралап форматы 16:9 болып тұр. Болды. Енді төбесіне мынау мен былай істеймін. Бұл астында базар деген жазылмас үшін, жаңа өзіне емлемесі. Мен осыны өзінде скрин жасаймын. Мінекей осы менің лайфхагым. Мына скрин жасаймын да, бүйтіп. Түртемін. Әрі мына төбе дегенді істей салам. Төбе дегенді басасың, мені кірес. Стрелканы. Сохранить изображение деген бар. Соны басасыздар. Мінекей. Болды, уже сохранить етіліп тұр дейді. Енді галереяға барамыз. Галереяға барамыз да. Міне галереямды көреміз. Мінекей обновить етіліп өзі шықты. Мына мен жаңағы өзім скрин жасаған, оны бүйтем мен. Мына астына изменить дегенді басамын. Изменить дегенді басамын да. И мынаны басамын. Астына мінекей форматтар тұр. 16:9-ды басамын. 16:9 басқанда мінекей өзі шет жақтарын көрсетіп тұр. Мен тағы үлкейтемін, потому что мынау не алмайды екен. Кішілеу қалған екен да. Міне енді тура болды. Енді осы жерде мен оны неғып жіберем. Птичканы ұрам. Болады деймін. Сохранить етем. Мінекей. Бұл өзі осылай сохранить етілді. Енді жаңағы галереяға кіріп базардың өзінің сохранить етілгенін көрсетейін. Мінекей. Бұның астында мына базар деген жазылып тұрады мына жерде. Енді ол мешет етпейді ғой негізі. Бірақ мен өзім сол базар дегенді алғым келмейді. Сонымен осыны қойсаңыз да болады, и мынаны қойсақ та болады. Енді мен өзімнің жаңағы неме барам, видеома барам. Ол үшін мынандай оңай несінен шығам. YouTube-қа кіремін. YouTube-қа кіремін да, мен оның ненің ішіне кіріп жүрмеймін, оның обложкасына. Так, мына астында библиотека деген тұр ғой, мынау да. Библиотеканың астында басам. Басқан кезде мынау ваше видео деп тұр. Ваше видеоны бүйтіп басамын. Көрдіңіздер ме? Енді мен жаңағы салған видеома, мынау 3 нүкте тұр ғой жанында. Мынау 3 нүкте тұр, соны басам. Соны басам да, мінекей изменить деген карандаш тұр. Соны басам. Оны басқаннан кейін, мына жерде, мінекей мынау төбеде мынау плюсик не тұр, картинаны. Көрдіңіздер ме? Жоғары жақта. Соны үстінен басам. Соны үстіне басқаннан кейін, мынау свой значок. Менің өзім галереядағы значок бересің бе, или мыналарды қоясың ба деп тұр. Жоқ, мен өзімнің значок жағынан басам, астында қарап. И галереяма шықты. Галереядан, мінекей, өзімнің жағы скрин жасаған нем. Осының үстінен басам. Мінекей. Енді ана төбеде окейді. Көрдіңіздер ме? Окейді басам. Окейді басқаннан кейін, міне сохранить ет дегенді кейбірде ұмытып кетеді көбісі. Сохранить етуді тағы басу керек. Міне. Басылды. Көрдіңіздер ме? Мен негізі мына жерге қайттан кіріп, мінекей. Жерде міне. Библиотеканы қайттан басамыз ғой үстіне, астына, астындағы мына библиотеканы басқан кезде, мына ваш видео деген шығады ғой. Сол жерде барамын да, мен қайтадан кіріп, өзімнің мына изменить деген тағы да басам да, мен әлі атын жөндеп әлі неған жоқпын. Видеокеуге кіріп, әлі мен оның WhatsApp-қа деген өзі жалғастырып, атын қойып шығамын. Енді видео ұзақ болып кетті. Сіздерге жақсы ұнаса, лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Тағы да бөлісіп отырамын. Сау болыңыздар.